Иманды қыз. Халифа Омардың кезінде сүт сатушыларға сүтке су қосып сатуға тыйым салынады. Қаланың тәртібін бақылау үшін бір күні түнде халифа Мәдина қаласын аралап жүріп, қатты шаршайды да, біраз тынығып алу үшін бір үйдің қабырғасына сүйеніп отырады. Сөйтіп отырып, ол үйдің ішіндегі анасы мен қызының әңгімесін естиді. «Кәне қызым, тұрып сүтке су қос». Халифаның сүтке су қосып сатуға тыйым салғанын естімеп пе едіңіз? Естідім. Онда халифа тыйым салған нәрсені қалай орындаймын? Тұр да сүтке су қос. Омар сені көріп тұрған жоқ қой. Омар көрмесе де, Алла көріп тұр ғой. Мен Омардың көзінше жасамайтын ісімді ол жоқ жерде де жасамайтыныма ант етем. Хазірет Омар мына әңгімені естіген соң үндемей үйіне қайтады да, аз күннен соң дініне берік, иманы түзу бұл кедей қызын өзінің баласы Асымға айттырып алып беріпті.